Атым бар болсын, Айтжан қызымын. Осы 62 жасымда ма, 63 жасымда кішкене сахарный дебет болып қалдым да. Содан соң құрсағымнан өкіл қойып барып, дәрі ішіп жүріп, сөйтіп барып өкіметтің тізімінде болатынмын. Содан осы ламифарин дейтін радиодан естіп, содан балалар айтты, осы бір жақсы өнім сияқты, тәте бір шеше ішсеңіз болады ғой, бәріміз көмектесеміз ғой деді. Жақсы көмектесті. Онысы деменде мына ревматизм бола қалған. Сонда Асқар айтқан, асықпаңыз, бәріне сабырлық керек, осыған ревматизміңізге деп жақсы көмектеседі, бір жылдан кейін көресің қалай болады нәтижесін деді. Соның кейін шүкір иншалла сол ішіп жүріп, осы жақсы болып қалдым деп ойлаймын енді. Енді Алланың берген қуаты бір жағынан.